Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге ас содасының 11 пайдасын айта кетейін. Ең алдымен сіздерге ескере кететін, ас содасын көп мөлшерде ауызға құрғақтай салуға болмайды. Өйткені күйдіріп ойып жібереді. Тек қана суға ерітіп араластырып қолданғаныңыз дұрыс. Бірінші, ас содасы жүректің қатты дүрсілдеуін, тоқтаусыз соғуын басуға көмектеседі. Жарты шай қасық ас содасын тіліңіздің астына салып қойсаңыз болғаны, жүректің соғысы қалпына келеді. Екінші, тамақтан уланып қалғанда немесе көп қан кеткенде ас содасын суға езіп ішіңіз. Көмектеседі екен деп көп ішудің қажеті жоқ. 1 литр қайнаған суға жарты шай қасық соды мен 1 шай қасық тұз қосып араластырыңыз. Ертіндіні әр 5 минут 1 ас қасықтан ішсеңіз жеткілікті. Үшінші пайдасы. Егер ангинаңыз көтерілсе, 1 стакан жылы суға 2 шай қасық ас содасын езіп, тамағыңызды күніне 5-6 рет шайыңыз. Сонда тамағыңыздың іскені, қызарғаны тез басылады. Төртінші пайдасы. Аяқ астынан жөтел пайда болып мазаңызды алса, ас содасын қолданыңыз. 1 стакан қайнаған сүтке 1 шай қасық ас содасын қосып ішіңіз, жөтеліңіз кетеді. Егер сүт ішпейтін болсаңыз, сүттің орнына қайнаған суды пайдалануға болады. Бесінші пайдасы. Салқындап тұмауратып ауырғанда мұрнынан су ағып тоқтамайтыны белгілі. Мұндайда мұрныңызға күніне 3-4 рет ас содасының ерітіндісін тамызыңыз. Алтыншы пайдасы. Көзіңіз былшықтанғанда ас содасын суға езіп, соған мақтаны малып алып сүртуіңізге әбден болады. Жетінші пайдасы. Бір жеріңізді жарақаттап, ол іріңдеп қабынып кетсе, ас содасының көмегі көп. Мысалы, саусағыңызды жарақаттап алсаңыз, 2 ас қасық соданы жарты литр жылы суға езіп, саусағыңызды батырып қойыңыз. Осылайша саусағыңызды күніне 3-4 рет ерітіндіге салсаңыз, жарақаттың іріңдегені тез кетеді. Сегізінші пайдасы. Аузыңызды ас содасы қосылған сумен күнделікті шайып тұрсаңыз, тісіңіз ауырмайды. 9-шы пайдасы. Қолтықтан шығатын күлімсі иістен құтылу үшін де ас содасын қолдануға болады. Нақты осындай мөлшерде қолдану керек деген ереже жоқ. Ол әр адамның өзіне байланысты. Ас содасы ерітіндісіне мақтаны батырып, күнделікті ең кемі 1 рет таңертең қолтықты сүртіп отырсаңыз болғаны. 10-шы пайдасы. Сонымен бірге ас содасын көбікті сумен араластырып, аптасына 2 рет жуса, бетіңіз анағұрлым жасарады. Өлген жасушаларды қалпына келтіреді. Ең аяғы тынымсыз көп жүрістен аяғыңыз талып шаршаса, 10 литр суға 5 ас қасық соды қосып, 15 минут аяғыңызды салып отырсаңыз, аяқтың шаршағаны басылады. Құрметті достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Назгүл.